Өмірде кешірім деген ұғым қасиетті. Қазақ кешіре білген кемел адам дейді. Расында кешірім жүректі ауыр жүктен босататын, адамды ішкі тыныштыққа жеткізетін ұлы қасиет. Алайда көпті көрген, талай сынақтан өткен, үлкен кісілердің айтуынша, кешірімнің де шегі бар. Өйткені бәрін кешіре беру даналық емес. Кейде өзіңе жасалған қиянатты қайта-қайта шақыру. Ата-бабаларымыз жақсылықты ас ет, жамандықты тас ет деп бекер айтпаған. Бірақ бұл сөздің астарында бір маңызды мағына жатыр. Жамандықты жүрегіңде сақта деген емес, жамандық жасаған адамға шексіз мүмкіндік бере берме деген ескерту. Көп жасаған қариялар бір ауыздан мынаны айтады. Адам өзінің қателігін түсінбесе, өкініп, түзелуге ниет білдірмесе, ондай адамды кешіру міндет емес. Өйткені шынайы кешірім екі жақтан да туады. Бірі кешіруге дайын жүрек, екіншісі қателігін мойындай алған ар ұят. Өмірлік тәжірибеде жиі кездесетін бір жағдай бар. Бір адам сені қайта-қайта алдайды, сатқындайды, қорлайды. Ал сен адам ғой, өзгеріп қалар деп тағы да кешіресің. Уақыт өте келе сол адам өзгермек түгілі сенің кешірімділігіңді әлсіздік деп қабылдай бастайды. Мұндайда үлкендер, өзіңді сыйламаған адам сені де сыйламайды дейді. Ата-бабамыздың тағы бір өсиеті бар. Жыланның уын кешірсең де, мінезін кешірме. Яғни бір рет қателескен адамды кешіруге болады. Ал сол қателікті әдетке айналдырған адамнан сақ бол деген сөз. Кімді ешқашан кешіруге болмайды дегенде, нақты бір адам туралы емес, мінез бен әрекет туралы екенін түсіну керек. Кешірілмейтін нәрсе, қасақана жасалған зұлымдық. Сенің жаныңды жаралап тұрып, соны сезе тұра тоқтамаған адам ертең де солай істейді. Мұны өмір талай рет дәлелдеген. Көпті көрген ақсақалдар адамның сөзіне емес, ісіне қара деп жиі айтады. Егер біреу 1000 рет кешірім сұрап, 1000 рет сол әрекетін қайталаса, онда ол кешірім емес, әдетке айналған манипуляция. Тағы бір кешірілмейтін нәрсе опасыздық. Сенім бір сынған соң қайта қалпына келуі қиын дүние. Қазақ сенім кеткен жерден тірлік кетеді дейді. Сенімді аяқ асты еткен адаммен қарым-қатынасты жалғастыру өз жүрегіне қиянат. Дегенмен бұл кек сақта деген сөз емес. Кешірмеу жүрегіңде өшпенділік сақтау емес, ара қашықтықты сақтау. Үлкендер мұны амандықтың жолы деп түсіндіреді. Бір дана қарияның сөзі бар. Мен бәрін кешірдім, бірақ бәрін өміріме қайта кіргізбедім. Міне, нағыз парасат осы. Кешірім әлсіздік емес, бірақ өз-өзіңді құрбан етуде емес. Кімді ешқашан кешіруге болмайды деген сұрақтың жауабы бір-ақ нәрсеге тіреледі. Қателігін мойындамайтын, жүрегіңді әдейі жаралайтын, өзгеруге ниеті жоқ адамды. Ата-бабаларымыз айтқандай, арды аяққа басқан мен дос болма. Бұл сөздің мәнін өмірдің өзі үйретеді. Кешірім жүрекке, ал сенім санаға қатысты екенін шатастырма. Қателігін мойындамаған адамды кешіру, сол қатені қайталауға рұқсат беру. Бір рет алдану, тәжірибе, қайта алдану таңдауың. Шынайы өкініш сөзден емес, әрекеттен көрінеді. Кешірім сұрап тұрып, өзгермеген адам кешірімді құрал етеді. Ата-баба айтқан, жаман мінез жұқпалы, сақ бол. Сені әдейі жаралаған адамға екінші мүмкіндік, өзіңе опасыздық. Кешірмеу кек емес, өзіңді қорғау. Ар намысыңды таптаған адаммен араны үзген күнә емес. Сенім бір сынғанда орнына күдік қонады. Үлкендер бекер айтпайды, өз қадірін білмегенді өзге сыйламайды. Кешірім әлсіздерге емес, шекарасы бар адамдарға жарасады. Үнемі кінәні өзгеден іздейтін адам ешқашан түзелмейді. Қайталанған сатқындық кездейсоқтық емес, мінез.
Кешірімнің шегі жоқ деп ойлау, өмір заңын білмеу. Сөзбен жылап, іспен өзгермеген адамға сенбе. Ата сөзі: араммен аралассаң, өзің де арам боласың. Жаныңды жұбатпайтын кешірім саған ауыр жүк. Өз-өзіңді сыйлау, кешірмеу керек жерді танудан басталады. Қасақана жасалған жамандық кешірімге жатпайды. Кешіре берсең, шекараң өшеді. Кешірім бір жолғы, ал өзгеріс тұрақты болуы керек. Үлкендер айтқан: бір жаманнан мың жақсы безеді. Іштей кешіріп, сырттай алыстау ақылдының ісі. Кімнің кешірімділікке лайық екенін уақыт көрсетеді. Өзіңді кінәлі сезіндіретін адамнан сақтан. Кешірімді талап ететін адам оны түсінбейді. Өмірде ең қымбат дүние тыныш ұйқы, оны бұзған адамға жолама. Кешірмеу арқылы сен өз ар-ожданыңды сақтайсың. Ата-баба өсиеті: ар кеткен жерде бәрі кетеді. Кешірмесең де жек көрме, жек көру жанды улайды. Адамды емес, оның әрекетін қабылда. Қарғыс емес, үнсіздік таңда, бұл да рухани биіктік. Мен бұған лайық емеспін деп іштей шешім қабылда. Өзіңді қорғау рухани әлсіздік емес, аманат. Ара қашықтықты күнә деп ойлама. Ол өзгермеді деген шындықты мойындау сауығудың басы. Әділдікті күтіп емес, тыныштықты таңдап кет. Жүрегіңе кіргенді емес, өміріңе кіргенді бақыла. Кешірім сұрамаған адамды ақтама. Сабақты алып, сол жерде тоқта. Қайталанған ауырлық ескерту, оған көз жұма қарама. Дұғада жаныңды тазала, ал таңдауда қатал бол. Ар ұятың тыныш болса, жолың дұрыс. Үлкендердің сөзімен айтқанда, жүрек таза болсын, бірақ шекара мықты болсын. Ара қашықтық рухани тазалықтың бір түрі. Өзіңді сақтау Алла берген аманат. Асығыс шешім көбіне өкінудің бастауы. Үйренуді тоқтатқан адам іштей қартаяды. Ақша құрал, мақсат емес екен, ұмытпа. Уақытты емес, күшіңді дұрыс бөл. Әркімнің өмір жолы әр түрлі, салыстыру бос әурешілік. Тәртіп жоқ жерде нәтижеде болмайды. Уәдені көп берме, бірақ бергеніңді орында. Тыңдай білмеген адам өсе алмайды. Демалыс жалқаулық емес, қажеттілік. Қиындық тоқтау белгісі емес, бағыт түзету. Қарапайымдық адамның ең үлкен сәні. Қайта бастауға кеш емес. Денсаулықсыз жетістік бос атақ. Адамды емес, әдетті өзгерту қиын екенін түсін. Жеңіс бір күндік, мінез өмірлік. Бақытты кейінге қалдырма. Артық дәлел өзіңе сенімсіздіктің белгісі. Әр мүмкіндікке емес, өз мүмкіндігіңе сай қадам жаса. Үнемі бақылауда болғың келсе, өзіңді де бақыла. Өмірдің мәні тепе-теңдікте. Таңертең ниетіңді түзеп ал, күннің берекесі содан басталады. Кешке өз-өзіңнен есеп ал, ар тазалығының жолы. Көңіліңе ауыр тигенді Аллаға тапсырып, адамнан үмітті азайт. Үндемей қалу кейде ең үлкен ғибрат. Жақсылықты жария етпе, шүкірін іштей жаса. Ренішті жүректе ұстама. Біреуді айыптамас бұрын өз нәпсіңді тексер. Артық сөзден тыйыл, рухтың тыныштығы сол. Қолыңнан келгенше біреуге пайдаң тисін, аты жөнің аталмаса да. Сабырды күту деп емес, өзін өзі ұстай білу деп түсін. Өткенге өкінішпен емес, сабақпен қара. Адамды емес, амалды түзетуге ұмтыл. Жүректі қатайтатын ортадан алыста. Рухани өсу жалғыздықта да, көпшілікте де сыналады. Күніне бір рет үнсіз ойға шом, жанға демалыс. Қолыңдағы азға шүкір ет, берекенің есігі ашылады. Ашуды шығарма, оны тәрбиеле. Өз қадіріңді білу тәкаппарлық емес, аманат. Тыныш жүрек
ең үлкен олжа. Құрметті оқырмандарым, ана тіліміздегі арнаны қолдай отырыңыз. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз арнаның дамуына үлесін қосады. Тыңдағаныңыз үшін көп рахмет. Аман сау болыңыз.